қазақ театр және кино өнерінің жарық жұлдыздарының бірі Азат Райымбекұлы Сейтметов. Ол сахнада да, экранда да өзіндік дара жолы бар талантты актер. Бүгінгі киногер жобасының кейіпкері ретінде біз оның шығармашылық ғұмырнамасына тереңірек үңілмекпіз. 1964 жылдың 14 желтоқсанында Алматы қаласында дүниеге келген Азат Сейтметов өнерлі әулеттің перзенті. Әкесі аты аңызға айналған режиссер, Қазақстанның халық әртісі профессор Райымбек Ноғайбайұлы Сейтметов. Қазақ ұлттық өнер академиясында кәсіби білім алған ол театр мен кинода өзіндік орнын қалыптастырды. 1988 жылдан бері Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрында қызмет етіп келеді. Осы уақыт аралығында ол көптеген күрделі рөлдерді шеберлікпен сомдап, сахна өнерінің биік деңгейіне көтерілді. Оның Абайдың Долговы, Қарагөздің Матайы, Еңлік Кебектің Абызы сынды бейнелері көрерменнің есінде мәңгі қалды. Сонымен қатар тендерге түскен келіншек спектаклінде Жорабек, Сыған серенадасында Алеко бейнелері арқылы актерлік палитрасын кеңейтті. Азат Сейтметов кино әлемінде де өзіндік қолтаңбасын қалдырған актер. Ол 1986 жылы Лейтенант С фильмінен бастап Айналайын, Қара шегіртке, Періште, Балалық шағымның аспаны, Құрбылар, Ол және Ол, Рекетир, Әсел және оның достары мен құрбылары фильмдерінде әр түрлі рөлдерде көрінді. Оның қатысуымен түсірілген Абайлаңыз сиыр, Свадьба на троих, Жібек, Өгей жүрек, Анаға апарар жол сынды жобалар оның шығармашылық диапазонының кеңдігін көрсетті. Актерлік шеберлігі мен өнерге деген адалдылығы елеусіз қалған жоқ. Ол Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері атағына ие болып, 2016 жылы Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл медалімен марапатталды. Сонымен қатар, сол жылы Пусон қаласында өткен Seoul International Drama Awards халықаралық кинофестивалінде ең үздік ер адам рөлі номинациясын жеңіп алып, қазақ өнерін әлемдік деңгейге танытты. Азат Сейтметов өнерлі отбасының тірегі, жары, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, танымал актриса Данагүл Темірсұлтанова. Олар бірге бір ұл, екі қыз тәрбиелеп, өнер мен отбасылық құндылықтарды үйлестіріп келеді. Бүгінгі киногер жобасының кейіпкері Азат Сейтметов тек қана актер емес, қазақ өнерінің шынайы жанашыры. Оның сахнадағы бейнелері, кино әлемдегі жарқын рөлдері және өнерге деген шексіз сүйіспеншілігі көрерменнің жүрегінде мәңгі сақталады. Оның есімі қазақ мәдениетінің тарихында алтын әріптермен жазылары сөзсіз.